Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Казмет. Бүгінгі күні біз Work and Travel бағдарламасы бойынша J1 визасын алуға, яғни соған дайындалуға арналған сұрақтарды талқылайтын боламыз. Ендеше кеттік. Бірінші біздің тақырыбымыз ол self-presentation болып табылады. Жалпы консулдың алдына барғанда сізге базовый сұрақтардың бірі ретінде қолданылады, яғни қойылады. Бірақ та осы сұрақтардан да қателіктер кететін жағдайлар өте көп. Сол үшін сол қателіктерді жібермеу үшін сіздерге от и до күштілеп тұрып, жаңағы видеоны, методичкаларын барлығын дайындап қойдық. Осы видеоны көріп болғаннан кейін видеоның сілтемесінде методичкаларымыздың барлығын тіркеп қоятын боламыз. Енді ең бірінші, ең оңай сұрақтардың бірі ол сіздің атыңыз кім, не? What is your name? What's your full name? What's your surname? And what's your last name? Осы жерде, мысалы, кейбір балаларға last name деген сұрақ қойылады. Бұл жерде қателеспеу керек, яғни last name деп тұрған ол сіздің, яғни surname, яғни фамилияңыз туралы айтылады. Және де full name, ол full name дегенде сіз атыңызды және де фамилияңызды міндетті түрде айтуыңыз керек. Мысалы, my name is Мөлдір, my full name is Мөлдір Құрманғалиева, және де тура солай әркім өз атын айтатын болады. Екінші сұрақ ол how old are you? When is your birthday? When is your date of birth? When you were born? And when year are you? Өте жеңіл сұрақтар. Сіздің жасыңыз қанша? Сіздің туған күніңіз қашан? Нешінші жылғысыз? Осы жерде жалпы нақты сұрақ қойылама, қандай жылғысыз, нақты жылды айту керек. Немесе мен туған күнім кеше болды деген сияқты ондай сұрақтар нежелательно. Нақты сұраққа нақты ответ болу керек. Мысалы, I was born on 3rd of September in 2002 деген сияқты. I'm 21 years old деген сияқты. Енді үшінші сұрақ ол бізде ұлтыңыз туралы болады. What's your nationality десе, сіз мысалы I'm Kazakh деп айтуға болады. Немесе метиска болсаңыз, I'm half Russian, I'm half Kazakh деген сияқты сөйтіп айтуға болады. Содан кейін сізден сұрауы мүмкін, сіздің басыңыз бос па, әлде үйленгенсіз ба, жігітіңіз бар ма, немесе жарыңыз бар ма деген сияқты. Осы жерде are you married, are you single, or aren't you married, aren't you, you are married, aren't you деген сияқты қалай айтсам екен. Бұл жерде мысалы are you married десе, мысалы сізден сіз үйленгенсіз ба деген сұрақ қойылып тұр. Немесе you are married, aren't you дегенде бұл сізде мысалы сіз үйленгенсіз ғой, солай емес пе деген сияқты бір сұрақтар, яғни просто орындары ауысып кеткен, кішкене басқаша болып келуі мүмкін, хотя мағынасы бір. Және де осы жерде сіздерге лайфхак, егер де сізден консул сұраса, сіздің жігітіңіз бар ма, немесе қызыңыз бар ма десе, я деп беріңіздер, ол как бы это доказывает то, что сіз қайтып келесіз өзі отаныңызға, осы жерде сізді күтетін адамыңыз бар, осы жерде сіз жаңағы Қазақстанда болашағыңызды әрі қарай көре аласыз деген сізге жаңағы нақты вариантты қалыптастырады. Where are you born деген сұрақ болады, where are you from? Мысалы, кейбір жағдайда анандай болады, мысалы, мен Таразда туылдым, бірақ та менің ата-анам мысалы Өзбекистанда немесе, или мен Өзбекистанда туылдым, 3 жылдан кейін Таразға көшіп келдім, мен Таразда оқыдым деген сияқты. Как есть, таки айту керек, өйткені оның барлығы базада сіздің DS-ка жаңағы DS 2019 деген формаңыз болады. Әрбір студентте, J1 студентте сол форма арқылы барлығы от и до қаралады. Сол себепті ешқандай жаңағы жасырып өтіп қажеті жоқ. Өйткені үйтіп жасыратын болсаңыз, ары жақта шындық ашылып қалып, ол сізге жаңағы визаның беруін екіталай қылып жасап береді. Одан кейін бізде what's your home address, what's your current permanent address, what's your postal code, zip code. Вот осы жерден көбісі мысалы айтуы мүмкін, мен қазір Қарағандыда тұрамын, осы жерде оқимын, бірақ та менің үйімнің адресі мысалы Таразда дейік. Мен осы жерде айтуым керек, мысалы мен Таразда осы жерде нақты тұрамын, бірақ та оқу себебінен мен қазір Қарағандыда осындай адрес бойынша тұрамын деген сияқты. Содан кейін осы жерде постал мен zip кодты ұмытпау керек. Мысалы Қарағандының индекс бар ғой, почта арқылы жіберілетін индекс, соны да жаттап алғаныңыз жөн. Мысалы мен барғанда Қарағандынікі 10008 деген болды. Вот соны да сұрап қалуы мүмкін. Содан кейін бізде ағылшын деңгейі туралы сұрақ қойылады. Яғни are you fluent in English? What are your language ability skills? Жалпы бүткіл
ағылшын деңгейін, яғни тексеріс туралы қойылады бұл сұрақ. Мысалы, айтуы мүмкін, сіздің деңгейіңіз қандай ағылшын, сіз жаңағы айтуыңызға болады, менікі pre-intermediate немесе intermediate. Тағы да бір енді совет ретінде, ағылшыныңыз енді керемет деңгейде болып тұрса, native speaker ретінде болып тұрсаңыз, ол жерде консулдың алдында оны жаңағы прям керемет деп бір көрсетпей қоюға жөн. Өйткені консул ойлап қалуы мүмкін, мына қыз немесе ол Америкаға кетеді, бітті, ағылшын деңгейі күшті, любой жерге тұра алады, мынау шустро екен, ол сол жақта қалып қалуы мүмкін дейді, визаны бермей қоюға болады. Сол себепті ағылшын деңгейіңіз мысалы интермедиат, pre-intermediate болса, солай простой сөзбен, қарапайым тілмен, жалпақ тілмен түсіндірсеңіз, лишний проблем болмайды. Егер де консул мысалы сұрап қалуы мүмкін, екі шет тілі мамандықтарына арналған студенттер бар, мысалы біреу ағылшын тілін оқиды, мысалы екінші тіл неміс тілі болып келетін болса, осы жерде левелді сұрақ қалуы мүмкін. Неге, қандай деңгейде ол тіл, неге осы тіл таңдадыңыздар деген сияқты, қандай қызығушылықта, плюсы, минусы деген сияқты, соның барлық жерлерін қарастырып келгендеріңіз жөн. Одан кейін хобби мен жаңағы қызығушылықтар туралы. Жалпы, what are your hobbies and interests деуі мүмкін, what do you enjoy doing the most деген сияқты сұрақтар қойылуы мүмкін. Осы жерде өзіңізді максимально интересный человек ретінде жаңағы презентация қылу керек. Мен жақсы көремін жай ғана кітапты оқу емес, мен жақсы көремін адамдармен сөйлесу, тілді жаттықтыруға, мысалы, более, как сказать, social адам ретінде өзіңізді солай көрсетсеңіз, яғни social дамыған адам ретінде, сол тоже жақсы плюс ретінде беріледі. Видеоның басында айтып кеткендей, бүткіл методичкаларымыз сұрағымен, жауабымен барлығы нақты формат түрінде, одан артық енді білмеймін қалай дайындалуға болады. Соның барлығы осы видеоның астында сілтеме бойынша барлығы бекітілетін болады. Сіздермен болған Қазмет, ары қарай видеоларымызды жаңағы көруге ұсынамын.